ашық қосымшасы ол QR код арқылы жұмыс істейді. Мәртебе түстерге бөлінетін болады. Көк дегеніміз ол ешқашан сіз туралы ондай ақпарат жоқтығын көрсетеді. Жасыл ол осы жақында 10 күннің ішінде өтіп, сізде ковид жоқ екенін көрсетеді. Сары болса ковид ауруымен ауыратын адаммен жақында қатынаста болғаныңызды көрсетеді. Қызыл болса қазіргі уақытта сіз ковид ауруымен ауырып жүргеніңізді білдіретін болады. Қазіргі уақытта ең басында 39 кәсіпкер өзінің білдірген келісушілігін, бірақ қазіргі уақытта 33 ғана қосылатын болды. Кәсіпкерлерге қандай мүмкіншіліктер береді? Мысалы, біз қызыл түсті аймақта болатын болсақ, онда бұлар сары түсті аймақтағы шектеулермен жұмыс істей алады. Ашық қосымшасы бізге өте үлкен мүмкіндік береді, себебі біз 16 наурыздан бастап 20 жылы, яғни карантин шаралары басталғаннан бері жұмысымызды тоқтатқан болатынбыз. Қазір біз осындай жүйемен жұмыс істеп жатырмыз. Адамдар кеше келді, біз кешеден бастап жұмыс істедік. Түсіністікпен қарап жатыр, барлығы осы қосымшаны жүктеп, QR кодты енгізіп, телефондарына тексеріп жатырмыз. Кешегі қызмет көрсеткен 30 адамның барлығы 30-ында да көк код болды. Кеше жұмыс істеп көрдік, барлығы 100%-ға істеп тұр. Біз үшін бұл негізі үлкен мүмкіндік, себебі жұмыс жасамағаннан көрі осындай жеңілдіктермен жұмыс жасаған біз үшін қолайлы деп ойлаймын.